Рахмет. Қазына қазір маған отырам дейді. О, күшті екен мынау. Әдінде үлкен бұл айналатын сияқты мынау қазір. Қазынаны отырғызып алды. Қазына! Ой, Кашун! Шетіне отырсайшы, шетіне. Ка отырғызады қазына. Ка отырғызады аға. Диас. Шетке отырғыз, шетке. Отырамайды ғой. Мә, күшті екен өзі. Аңғыраңызшы. Андай нелерден көріп жоқ қой, кинолардан, шетелдің киноларынан. Тура сол сияқты екен қазір. Мынау еще үлкен болып айналады қазір, дәу болып қазір қазынаны түсіреміз. Кашун, қалай екен? Ой, өзінше. Күшті тақтайды. Тексеріп көріңіз, мыналардың бәрін отырғызып алатын балалардың бәрі. Қалай ұшатын? Жаңа осының алдындағы өстіп ойнағандарды көргенбіз. Кәдімгі алысқа ұшырады екен ол. Қорқынышты екен. Қазынаға негізі кіруге болмайды дейді. 5 жастан жоғары дейді. Қазына біздер 4-ке қояды. Қазір көреміз қалай болады екен. Қазынаны алысқа бірақ ұшыратын жақтай. Шетіне отырып алды. О, көтерілді. Бұлай түсірейін, көтеріліп келе жатыр. Наңыра. О! Кашун! Пока! Вау, наңыраңыздар қазір. Күшті. Қазына қорықпай ма екен деп тұрмын мен. Вау! Мәсан! Қазына! Қазына таппай қалды. Вау, күшті ұшады екен аспанға кәдімгідей. Оппа! Мәсан! Мемлекет қазынам. Қазына қайда қазына? Ой, таппай қалдым қазір. Қазынаны түсірем мен. Ой, өттім. Кәз келе жатыр. Так. Міне қазынам. Жылдам ғой кәдімгідей. Жылдамдығы деген сұмдық енді. Наңыраңыз. Ана келе жатыр қазір. Ең соңында қазына. Қорқып отыр ғой, қатты ұстап отты. Күшті екен мынау. Сонымен төменге түсті. Қазір қазынаның эмоциясын көрейікші, қалай болды екен, не дейді екен. Ұнады ма екен қашанда. Ана жақта келе жатыр. Кашон қалай екен? Күшті ма? Алысқа не қылам екен? Алысқа апарам екен? Қорқтың ба?